Әл-Махмудиядағы кісі өлтіру. 2006 жылы 12 наурызда Ирактың Әл-Махмудия қаласына жақын ауылда 5 американдық сарбаз жасаған қылмыс. 14 жасар қызды топпен зорлайды. Оны және оның отбасын сарбаздар атып өлтіреді. Содан кейін құрбандардың денелерін өртеп жібереді. 14 жастағы Абир Касим Хамза Әл-Джанаби отбасымен бірге шалғайдағы фермада тұрды. Үйі американдық әскери бақылау бекетінен 200 метр қашықтықта орналасқан еді. Қыздың көршілері мен інісінің куәлігі бойынша сарбаздар бұрын әртүрлі сылтаулармен фермаға бірнеше рет кіріп, Абирге ұятсыз әрекеттер жасаған. Отбасының көршісі айтқандай, қыз мектепке баруды доғарады және үйде уақыт өткізеді. Осылайша сарбаздар оны жиі көріп, оған назар аударады. Мектепте жүргенде 13 жасар інісі бір кездері сарбаздардың бірі әпкесінің бетінен саусағымен сипап өткенін, оны қатты қорқытқанын көрген. Оқиға болмас бұрын анасы Абирге туысының үйінде түнеуді ұсынады. Бірақ әкесі алаңдаушылықты жоққа шығарып, кішкентай қыз болғандықтан ешқандай проблема болмайды деп айтады. 2006 жылдың 12 наурызында 101-ші десанттық дивизияның 5 әскери қызметкері киімдерін ауыстырып Абирдің үйіне кіреді. Олар сержант Пол Кортес, Джеймс Баркер және бірінші дәрежелі қатардағы жауынгерлер Джесси Спилман, Брайан Ховард және Стивен Грин болды. Сарбаздардың бірі Стивен Грин қыздың әке-шешесін және әпкесін басқа бөлмеге апарады. Онда оларды атып тастайды. Олар жалғыз қалған қыз Абирді зорлайды. Содан кейін Стивен Грин басқа бөлмеден оралып, Абирді зорлап, бетін жастықпен жауып атып тастайды. Оның денесін өртеу үшін үйге от жағылады. Содан кейін көршілері түтінді байқап, тұрғындарға хабарлайды. Ирак қоғамында зорлау отбасы үшін үлкен масқара болып табылады. Зорлаған қылмыскер жазаны өз өмірімен төлеуі керек еді. Олардың айтуынша, американдық сотты мойындамады. Ирактықтар американдықтардың көптеген қылмыстарына төзіп, үнсіз болып жүрді. Бірақ олар зорлауға шыдамады. Бастапқыда американдық тергеу жәбірленуші кем дегенде 20 жаста деп айтуға тырысты. Бірақ кейінірек оның нақты жасы анықталады. Қылмыстық тергеу Ирак тұрғындарының наразылығын тудырады. Айыпталушылардың адвокаты айтқандай, Әл-Махмудиядағы оқиға Ирактағы американдықтардың мінез-құлқына қатысты бірінші оқиға емес. Елде үлкен проблемалар бар. Сондықтан біздің ісіміз экспоненциалды ретінде пайдалануға шешім қабылдады, деді. 2006 жылы 30 маусымда қылмыс жасады деген күдікпен 21 жастағы бірінші дәрежелі қатардағы жауынгер Стивен Грин қамауға алынады. 2009 жылдың 4 қыркүйегінде Кентукки штатының федералды соты Гринді қылмысты қастандыққа, зорлауға және бірінші дәрежелі 4 кісі өлтіруге қатысқаны үшін кінәлі деп тауып, оны мерзімінен бұрын босату құқығынсыз өмір бойына бас бостандығынан айырады. Грин үкімді жеңілдетуге тырысты, бірақ оның барлық шағымдары қанағаттандырылмай қалады. Соңғысы 2011 жылдың тамызында қабылданбайды. 2014 жылдың 15 ақпанында Грин ақш-тың Аризона штатының Туксон қаласындағы түрмеде өз-өзіне қол жұмсап өледі. 2006 жылдың 10 шілдесінде сержант Пол Кортес, маман Джеймс Баркер, бірінші дәрежелі қатардағы жауынгерлер Джесси Спилман, Брайан Ховард және сержант Энтони Йошибе қамалады. 2006 жылдың 15 қарашасында 23 жастағы маман Джеймс Баркер қылмыстық қастандыққа, зорлауға, 4 адамды өлтіруге қатысқан үшін кінәлі деп танылады және 20 жылдан кейін мерзімнен бұрын босату құқығымен 90 жылға бас бостандығынан айырылады. Ол ақш-тың Канзас штатындағы түрмеде жазасын өтеп жатыр. 2007 жылы 22 қаңтарда 24 жастағы сержант Пол Кортес 4 адамды қылмыстық қастандыққа, зорлауға, өлтіруге қатысқан үшін кінәлі деп танылады және 100 жылға мерзімнен бұрын бас бостандығынан айырылады. Ол да ақш-тың Канзас штатындағы түрмеде жазасын өтеп жатыр. 2007 жылдың 3 тамызында 22 жастағы бірінші дәрежелі қатардағы жауынгер Джесси Спилман қылмыстық қастандыққа, зорлауға, 4 адамды өлтіруге, қызмет ету кезінде алкоголь мен есірткі тұтынуға қатысқан үшін кінәлі деп танылады және 10 жылдан кейін мерзімнен бұрын босату құқығымен 110 жылға бас бостандығынан айырылады. Ол да ақш-тың Канзас штатындағы түрмеде жазасын өтеп жатыр. 2007 жылы 22 наурызда бірінші дәрежелі қатардағы жауынгер Брайан Ховард зорлау мен кісі өлтіру туралы келісімге, сондай-ақ қылмыскерлерді жасыруға және жеткізбеуге қатысқан үшін кінәлі деп танылады. Тергеу Ховардтың зорлау мен кісі өлтіруге тікелей қатыспағанын анықтайды. Оның міндеті тек қылмыс жасалған жердің жанындағы жағдайды бақылау болды. Сонымен қатар ол қылмыс фактісін жасыру
және қылмыскерлерді жасыру мақсатында тергеу кезеңінде жалған айғақтар берген үшін кінәлі деп танылады. Сотталушы кінәсін толық мойындайды және істеген ісіне өкініп, осыны ескере отырып сот оны 2 жыл 3 айға бас бостандығынан айырады және өмір бойына мемлекеттік органдарында қызмет ету құқығынан айырылады. 2007 жылдың 30 шілдесінде қылмысқа тікелей қатыспаған, бірақ жақын арада болашақ қылмыскерлермен бірге алкоголь ішкен сержант Энтони Йошибе қызметтік міндеттерін орындамағаны, қызмет өткеру кезінде әскери тәртіпті бұзғаны туралы хабарламағаны, қылмыс жасағаны туралы хабарламағаны, жалған айғақтар берген үшін кінәлі деп танылады. Йошибе кінәсін толық мойындағанын және өкініп өзінің бұрынғы әріптестеріне қарсы куәлік беруге келіскенін ескере отырып, ол қылмыстық жауапкершіліктен босатылады және өмір бойына мемлекеттік органдарында қызмет ету құқығынан айырылды. Шура Муджахидтер кеңесі атты Ирак көтерілісшілерінің мәлімдеуінше, сол жылдың маусым айында 2 американдық әскерді өлтіруді олар Аберді зорлаған үшін кек ретінде жасаған. 16 маусымда Юсуфиядағы бақылау бекетіне шабуыл кезінде ақш сарбаздары тұтқынға алынды. Олардың азаптау іздері бар денелері бірнеше күннен кейін табылады. Біраз уақыттан кейін интернетте өлтірілгендердің денелерін көрсететін бейнежазба пайда болады және кісі өлтіру зорлауға жауап ретінде жасалды деген мәлімдеме жасалады. Белгілі болғандай, қаза тапқандар қылмыс жасаған әскерилер сияқты взводта қызмет еткен, алайда кек ретінде өлтіру фактісі күмән тудырады. Әл-Махмудия мэрі хабарлағандай, американдық әскери қызметшілердің зорлауға қатысуы сарбаздарды ұрлап өлтірілгеннен кейін белгілі болды. 2007 жылдың қараша айында кинотеатрларда режиссер Брайан де Пальманың «Цензурасыз» атты фильмнің шектеулі көрсетілімі өтті. Оның сюжеті американдық сарбаздардың қылмысына негізделген еді. Республикалық конгрессмен Дункан Хантер американдық кинокомпаниялары қауымдастығына наразылық хатын жіберіп, фильм Ирактағы американдық сарбаздардың батырлық көріністерін елемей, қылмыскер ретінде көрсетеді деп мәлімдеді.